Сен үлкен адамды сыйлап беремін, айтпара. Айналайын. Мен сізді қашан сыйламадым? Мен сені қашан сізді сыйламадым? бірақ дауыс көтерме. Қашан мен сізді сыйламадым? Дауыс көтерме, Айфара. Сыйлағың келмесе сыйламай-ақ қой. Қашан сізді сыйламадым? Сыйламай-ақ қой. Қашан сыйламадым? И так не болатқаның шамалы. Сыйламай-ақ қойыңдаршы, пожалуйста. Бірақ менің миыма тыныштық беріңдер. Сіз де менің миыма тыныштық Мен беріңіз. шаршадым. Мен де шаршадым. Вот онша не ол. Байыңды шақырып ал да, Алматыға тұрасың ба, Астанаға тұрасың ба, бөлермендеші. Байың келсе, бара қойыңдар. Мен жаңа байға ұсатты берген бірақ, қашан бергенім. Келсек, просто сіз өзіңіз жібере алмайтын шығарсыз. Мен келіскенмін. Бірақ мені бұдан кейін сосын мені мазаламаңдар. Байыңмен қайда барып тұрасың, өзің білесің. Мені одан кейін, бұдан кейін сосын кеткеннен кейін мені іздемей қойыңдар. Дұрыс па? Екеуің әр қарай өмір сүргілерің келе ме? Сүресіңдер, сүргілерің келмей ме? Өздерің біліңдер. Бұдан кейін, содан кейін менің үйімнен кеткеннен кейін мені қайтып шешем бар деп екеуіңді іздеп келмей қойыңдар. Менің миыма тыныштық беріңдер. Мен ендігі жерде ешкіммен ұрысқым келмейді, таласқым келмейді, ешкіммен сөз таластырып, бей-берекет бет жатысқым келмейді. Сөздің шындығы. Мені көрмей қойыңдаршы, просто менің миыма тыныштық беріңдер, жаныма тыныштық беріңдер. Болды. Басқа сендерден ештеңе сұрамаймын. Мен болмаса Жаңабайға да таныстыр дегенде Жаңабай таныстырмаған. Таныстыр деп қаншама айттым. Просто Жаңабайдың өзі кінәлі болды. Вот кінәлі. Сондықтан маған таныстыру керек еді. Мен сені көру